Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бірінші жасағаннан күшті болып шығатын керемет тип пончиктен рецептін ұсынамын. Мен инстаграм парақшама және ютуб каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бастаймыз. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Барлық ингредиенттер комната температурасында болған дұрыс. Ең алдымен жылы сүтімізді, үстінен қант, сары майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа қосамыз, тағы араластырамыз. Менде ашытқы сухой дрожждар жақсы көтерілетін 10 грамм қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді ұнды осындай неден сепкіштерін өткізген дұрыс. Сол кезде пончиктеріміз жақсы көтеріліп піседі. Ситадан өткізгендеріңіз дұрыс. Жақсылап тұрып араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болып шыққанша ұнды қосып отырамыз. Менде 600 граммда ұн кетеді. Негізі 500 600 грамм ұн кетеді, өзіңізге байланысты. Қамыр жұмсақ болғанша бір қалыпқа келгенше қамыр жасап аламыз. Мен қамырым дайын болды, жұмсақ болып шықты, өте жұмсақ. Ал енді қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып 2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, өте жұмсақ болып тұр. Жақсылап билейміз. Қалыңдығы 4 сантиметрдей болғанша үйдеп алыңыздар. Арнайы форма болады пончиктерге арналған. Егер ол болмаса, мен сияқты мындай стаканмен ойып алсаңыздар болады. Бұдан да үлкен форма жасауға болады. Мен өзіме ыңғайлы осы формамен жасағанды ұнатамын. Осылай ойып аламыз. Содан соң бетін пищевой пленкамен жауып 20-30 минутқа қойып қоямыз. Пончиктеріміз көтерілгенше. 20 минут уақыт өтті. Осындай формочкамен орталарын осылай ойып алсаңыздар болады. Оның ортасындағы ойылған кішкентайлардан ши бауырсақты жасасаңыздар болады. Өте керемет, балаларға ұнайды. Күшті болып көтеріледі. Пешімізді жақсы қыздырып аламыз. Майымызды барлығын қызып тұрған пешке пісіреміз. Тез піседі қызып тұрған пеште. Формасын үлкейтіп пісірсеңіздер де болады. Мысалы кесемен ойып алсаңыздар, мен өзіме ыңғайлы форманы таңдадым. Ал мына жаңағы ішіндегі ши бауырсақтар балалар жақсы көреді. Пончиктердің бәрін пісіріп алдық. Енді мына глазурін істеп жатырмын. Шоколадпен түсіп, немесе шоколадпен сарғылап қойсаңыздар болады. Оформлениясын енді өз-өзіңіз білесіздер. Бетіне орех себуге болады, сгущенка себуге болады. Мен кейбіреулеріне сгущенка себіп әдемі формасын қазір көрсетемін. Қойып шыққан. Мен осындай әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып.